Осы А категория практика машиналар өтетін жолда бола ма или бөлек бар ма спецсонда қалай өтетін видеосын таппай қойдым дейді. Ассалаумалейкум, брат. Мен қазір Алматы жайлы айтам. Себебі әр қалада тапсыратын маршрут сондар әртүрлі. Тек Алматы жайлы қазір айтып берейін. Бұрындарда Алматыда осы Саялыда және Ақсуат деген сонда тапсыруға болатын. Бірақ осы жылы Ақсуат жабылып қалды. Ол жақта практиканы тапсырамаймыз. Теорияны Ақсуатта тапсыруға болады, бірақ осы практикалық экзаменді тек Саялыда тапсырамыз. Осы маршрут Саялыныкі, Алматыда тек осы маршрутпен тапсырамыз. Қазір мен бірінші рет тез айта кетем, ал екінші кез түсіндірген кезде бәрін түсіндіріп, подробно қандай жестерді көрсету керек, не айту керек айта кетем. Негізі мопед болсын, мотоцикл болсын, бәрі осы бір жолмен жүреді, мына жерден бастайды, былай кетіп баратады. Сосын былай кетеді, былай, мына жерде светофор тұрады. Қызыл либо жасыл, оны қазір түсіндіріп айтып беремін. Мысалы, жасылдан былай өттің, былай кетесің, восьмеркаға кіресің, восьмеркадан кейін былай өтесің, потом былай бұрыласың, мына жерде полукругқа кіресің, мына жерде тоқтайсың, полукругқа былай кіресің, против часовой, то есть оң жақпен былай кіресің, былай кетесің, потом мына жақтан шығасың, былай, и все, мына жақта уже аяқтадың. Бұрындарда маршрут оңай болатын еді. Мына жақта соның, сосын барған кезде көресіңдер, мынандай бір площадка бар. Бұрында бәрі сол жақта тапсыратын еді. Бірақ осы соңғы 1-2 жыл болды, по-моему, осы сәл күрделі қылып жіберді. Осы машиналармен бірге тапсырасың. Кейде мына жерден былай кетіп баратасың, мына жерде қызыл жанады, мына жақта машиналар өтіп баратады, или мына жерде бастап жатқан кезде артында грузовойлар өтіп баратады. Бірақ егерде мотошколаға барып, где-то 6-7 сабақ алсаң, бұжы түсінесің да, андай волнение болмайды. Сосын дәл сондай мотоциклмен үйрететін мотошколалар бар. Маған жазсаң, сосын личка, комментарийға көмектесем, қандай мотошколаларға барған дұрыс дегендей. Вот, енді екінші каз часть болады, и осыны каз бәрін подробно айтып берем. Так, енді, вот скажем, бір курсант тапсырып болды, сен соның орнына келесің. Ең басында тапсырмай тұрып, мысалы, теорияны сен уже өттің, и теорияны өткеннен кейін практикалық вождение келген кезде басқаларды қалай тапсырып жатқанын көріп ал. Примерно 2-3 мотоциклді көресің, или мопедпен тапсырып жатса, и сосын уже түсінесің да қалай екен. Ең біріншіден қарап ал. Бірақ мотоцикл мен мопедпен олар күнде тапсырмайды. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері, понедельник, среда, пятница сағат 2-2:30 бастайды түстен кейін. И сол уақыттарда барасың, и басқаларды көресің. Вот, ол ең дұрысы сол. Қазір мен просто былай поверхностно айтып берем да, что примерно түсіну үшін, а так лучше өзің бар, көріп ал, сол кезде вообще күшті түсінесің да. Сенің кезегің келді тапсыруға, біреу уже все өтті или өте алмай қалды. И мысалы, міне саған бастау керек, сен мотоциклге мына жерде міне отырасың, сосын сол қолыңды көтересің, өйтіп. Потом қазір мен скриншоттарды не қылам. Сол қолды көтеріп тұрасың, мен осындай деп аты жөнінде айтасың, практикалық экзамен А категория тапсыруға дайынмын дейсің. Қолыңды көтеріп тұрасың да, сол қолыңды, потом солға көрсетесің жестті. Қолыңды солға көрсетесің, сосын солға бүйтіп қарайсың, сцеплениен басасың, бірінші передача қоясың, потом сцепленияны жібермей тұрып, қозғалмай тұрып, қайтадан бүйтіп солға қарайсың, сосын жылжып бастайсың, былай кетіп баратасың. Мына жерде эстакада болады, то есть көпір, мынандай бір мост болады. Но картада көрінбейді, но по идее мына жерде мынандай бір мост бар. Мына жерге келген кезде стоп линияның алдында, мына жерде қолыңды көтересің, сол қолыңды жоғарыға көтересің, ол стоп дегенді білдіреді, что сен тоқтайым деген өзіңнің нен көрсетесің. Потом сол қолыңды көтеріп түсіресің, мына жаққа жақындаған кезде тоқтайсың. Потом мына жақтан подъемнан жылжып бастайсың. Мопедпен оңай, мотоциклмен сәл қиындау, бірақ егерде мотошколада сабақтарды алсаң, 6-7 сабақ жетеді, и уже сәл тәжірибе болады, былай мына жақта өтесің. Потом мосттан түсіп баратқан кезде, мына стоп линияға жетпей, қайтадан сол қолыңды көтересің, стоп, то есть тоқтайым дегенді білдіресің, сосын сол қолыңды түсіресің, и мына жерде тоқтайсың стоп линияға.
сосын мына жерден қайтадан движениені бастайсың, былай кетіп баратасың, қолыңды солға көрсетесің, потом былай кетіп баратасың. Мына жерлерге кір кетпей нечаянно, мына жаққа машиналар кіреді, мотоцикл, мопед былай кетеді, мынаны өтесің, потом мына жерде сплошнойды көресің. Сплошнойдың арасында мындай бір пунктирный штрихтар болады, сол штрихтардан өтесің. То есть, қазір көрсетем, қара, мына жерде өттің, мына жерде сплошной болады, былай, мына жерде штрих болып тұрады, мынандай пунктирмен. Осы жерге былай кірдің, кетіп бара жатасың, былай. И қара алдыңда, мысалы, мына жерде жасыл жанып тұрса, оның примерно өзінің промежутығы жанатын где-то 16 секунд. То есть сен примерно көресің, 16 секундта бір қызылға жан кете ма, или жасылға ма. Мына жерде былай кетіп баратасың, мына жерде кейде болып тұрады, қызыл жанып тұрады, мына жерге жақындаған кезде жасыл жан кетеді. Или керісінше, мына жерде кетіп баратасың, жасыл жанып тұрады, и қызыл жан кетуі мүмкін. Егер де сен кетіп бараттың, мына жерде светофорда жасылдан қызылға ауысып кетті, онда сен мына жерде сол қолыңды жоғарыға көтересің, мына жерде сол қолыңды жоғарыға көтердің, сосын қолын түсірдің, мына жерге келген кезде тоқтайсың, стопленияда қызыл жанып тұрса, сосын жасыл жанған соң сол қолыңды солға көрсетесің, сосын былай бұрылдың, восьмеркаға келдің. Енді восьмеркаға келген кезде бұл жерде айырмашылығы жоқ, без разницы. Сен мысалы восьмеркаға былай кірсең де болады, былай кіріп, былай, именно жерден бүйтіп шығасың, немесе сен восьмеркаға мына жақтан кіріп, былай өтсең болады. Мысалы, мен восьмерканы тапсырған кезде былай келдім, мына жақтан былай кірдім, потом осылай восьмеркадан. Мына жерге келген кезде сен өзіңнің сол қолыңды 90 градус былай көрсетесің, фотографияда сияқты. Сосын былай бұрыласың оңға, потом оңға бұрылған соң былай кетесің, былай. Сосын сол қолыңды жоғарыға көтересің, мына жерге солға көтердің, қолыңды түсірдің, сосын алдыңғы дөңгелегіңді, мына жерде екі былай не тұрады, штрих, сол алдыңғы дөңгелек осы квадратқа кіру керек, тоқтадың. Сосын мына жерге тоқтаған соң саған нейтралкаға қою керек. Кейде нейтралка сәл қиындау ойылады, бірақ егерде мотошколаны таңдасаң, дәл сондай мотоциклмен үйрететін, онда оңайырақ болады. Сол нейтральды табасың, нейтралканы қоясың, потом екі қолыңды жан жаққа былай созасың, скринде көріп тұрғандай. Сосын қайтадан бірінші скоростьқа қоясың, жылжып бастайсың, былай кетіп баратасың. Сосын полукруг басталады, бұл полукругқа против часовой кіресің, то есть былай кіресің, оң жағынан. Полукругқа обязательно былай оң жағынан кіресің. Былай өтесің полукругты, потом мына жерге былай кіресің, былай жүріп баратасың. Потом солға қолыңды солға көрсетесің, поворот налеван, и былай өтіп кетесің, и все, в принципе, одан кейін уже нормально. Главное, мынаяқта уже тоқтаған кезде былай аккуратно былай өтесің да, и мына жаққа қоясың, и все. Главное, мына жақта өтсең, мына жақта бәрін өтіп, восьмерка мына жерде өткеннен кейін солға поворотты көрсеттің, и уже мына жақта нормально, на расслабоне былай қайтасың да. Кім осы категорияға тапсырды, өздерінің бір қосатын ақпараттары, лайфхактары тоже жазсаңдар болады. Или егер де кім тапсырайын деп жатыр, жаза беріңдер, көмектесем, комментарияға, личкаға жазыңдар, группаға, альтерге жазыңдар, телеграм группаға. Қазір как раз бізде октябрь айы, теорияға жазылып, мысалы 1,5-2 ай дайындалып, потом теорияны тапсырып алсаңдар, ол теория қателеспесем где-то 1 жылға ма, сондай бір жарай. Как раз теорияны тапсырып алғаннан кейін көктемде ашылған кезде А категория или А1 категория, сол кезде уже сразу же вождениеға барып тапсыра саласыңдар. Либо Талдықорғанға барып, сол жақта теорияны өте сап, мына жаққа келсеңдер болады. По-моему, қар жауғанша или ноябрьге дейін ба, осы сдача ашық болады. Ну, хотя бы, мысалы, осы жылы теорияны тапсырып алып, а келесіде уже сезонда сразу практически тапсыра салуға болады.